5 миллион теңге қарыздан қалай шықтың? Мен Блико қосымшасының жарнамасын көріп, 1000 теңге салдым. Және 20 минуттың ішінде 120 мың теңге ұтып алдым. Сен не, қазір шын мәнінде сілтеме арқылы өткің келе ме? Иә, не болады екен? Ол блогер ғой. Блогер болса не болады екен? Бұл біріншіден. Ал екіншіден, жасанды интеллект туралы естігенсің бе? Жарайды, миыңды ашытпай қой. Менің артымнан жүре бер, мен саған бәрін түсіндірем. Кеттік. Осының бәрін біз осы жерде жасаймыз. Сен көрген бейнелер, атақты адамдар, жеңіл ақшаны жарнамалайтын блогерлер. Шын мәнінде мұның бәрін біз алаяқтар жасаймыз. Ал сіз оны қалай істейсіз? Оның бәрі оңай және жеп-жеңіл. Біз олардың дауыстарын көшіреміз. Мәтінді керегінше қайта жасаймыз. Генерациялаймыз. Міне, бейне дайын. Бәрі оңай ақша жоқ дейді. Бірақ олай емес. Оңай ақша бар. Қалай екен? Егер оны қаласаңыз... Бізге айырмашылығы жоқ. Бұл әнші ме, блогер ме, немесе саясаткер болса да, біз кез келген тұлғаны пайдаланамыз. Мынау шынайы сияқты екен. Енді шынымды айтсам, сауатты адам айырмашылығын таба алады. Өйткені мәтін мен ерін қимылы сәл де болса сәйкес келмейді. Бірақ менің ойымша аңқау адамдар үшін осы да болады. Мен сенер едім. Иә, ал керек болса. Міне, сен сияқты адамдар көп. Есіңде болсын, бауырым. Мен саған мынаны айтайын. Егер сен әлде бір бейнені, әлде бір жарнаманы көретін болсаң, блогер тіпті саясаткер болсын, сілтеме арқылы өтпе. Өйткені сілтеме арқылы өтетін болсаң, барлық ақшаңды қалдырасың. Саған ол жерде бір менеджер жауап береді. Немесе әлдегім саған хабарласып, қандайда бір инвестициялар, қандайда бір елеулі мөлшерлемелер, пайыздар, сыйақылар туралы айтатын болады. Сосын сен оған міндетті түрде ақша саласың. Ондағы адамдарды біз сияқты ақымақ емес, саған кішкентай сыйақы төлейді. Бұл сені еліктіреді, өйткені ашкөздік естен айырады. Түні бойы қиналып, келесі күні ақшаңның бәрін бересің. Түсініп тұрсың ба? Ал олар, яғни біз, сенің ақшаң сияқты өміріңнен ғайып боламыз. Сондықтан, қымбатты достар, егер оның қателігін қайталағыңыз келмесе, егер кез келген жерде, кез келген блогердің, тіпті әртістің, немесе саясаткердің жарнамасын көрсеңіз, сенбеңіз. Ақпаратты ресми дерек көздерден қараңыз. Себебі бұл адамдар біздің оларды жарнамалап отырғанымызды білмейді. Міне осылай.